Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ресей президенті Владимир Путин Донбасс республикалары басшыларының үндеуіне жауап ретінде арнайы әскери операцияны Украина жеріне жүргізу туралы шешім қабылдаған болатын. Осылайша екі ел арасында соғыс жарияланды. Ресей басшысы Мәскеудің жоспарында Украина аумақтарын басып алу жоқ екендігін айтты. Дегенмен болып жатқан жағдайлар тіпті мүлде басқа көрінеді. Осы орайда Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мырза НАТОның Украинаға қатысты жағдайда тиісті шешім қабылдамағанын және батыстың оған деген көзқарасы достықтан алшақ екендігін айтып отыр. Батыс, Еуроодақ елдері және НАТО Украинаға қатысты табандылық көрсете алмады. Барлығы оған кеңес береді. Батыстың Украинаға деген көзқарасын достық немесе ынтымақтастық деп санауға болмайды. Біз серіктестермен сөйлесіп жатырмыз. Босқа кеңес құрудан басқа Еуропа не істеді? Не істеп жатыр? Не істейтінін сұрап жатырмыз. Ештеңе жоқ. Бұлай ештеңені өзгерту мүмкін емес. НАТО неғұрлым батыл әрекет етуі керек. Бүгін НАТО саммитінде не істеуге болатынын талқылаймыз, деді Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мырза. Түркия басшысының айтуынша, Альянс саммитінің қорытындысы нақты шешімдер қабылдайды. Дәл осылай деп сендірген ол Украинаға қалайда көмек беру керектігін айтып отыр. Украина жерінің тұтастығы мемлекетті Біріккен Ұлттар мойындады. Ал енді дәл осы елдің басына төнген қиын жағдайда өзге әріптестер оған қалайда көмек беруі тиіс. Қалай ойлайсыз? Осы орайда Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мырза басты рөлдерді атқаруы мүмкін бе? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.